Реал Мадрид бүкіл күшін, көңіл күйін, назарын қайратқа сақтап, бүгін Атлетико Мадридтен 5-2 есебімен ұтылды. Ең қызығы бұл емес. Ең қызығы Ла Лигада 6 ойын қатарына жеңілмей келе жатып, осы күнге дейін ілініп, салынып, сүрініп жүрген ауылдасы Атлетикодан жеңілгені. Не үшін бұлай болды, қалай болды, шолып шығайық. Сіздермен бірге желаяқтарыңыз және де оның жүргізушісі мен Беклан Мағанқұлды ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ерінбеңіздер. Ол мен үшін үлкен шабыт. Екі команданың құрамдарымен таныс болыңыздар. Екі жақта ең мықтыларын шығарған. Алда чемпиондар лигасы ғой. Күш сақтап қалайын деген ой жоқ. Тек қана жеңіс. 13-ші минутта Беллингемнің дриблинг өтпей, допты алып қойған қарсысын құлатып түсіреді. Нәтижесінде Атлетико Мадрид айып соққысына ие. Альварес көке айып алаңына. Қарбалас кезінде доп Диегоның баласы Джулиано Симеонеге келіп жетеді. Тағы да айып алаңына пас және гол. Гол авторы Робен Ленорман. Матчта есеп ашылды. Голды талдап көрейік. Қателік сонау Беллингемнен басталды. Бірақ оны кінәлі деп санау миға қонбайды. Ал Джулианоның пасы айып алаңына түсер кезде Чуамени кеш секіріп қойды. Тым жылдам эпизод. Сол үшін оныңды қателігін бетке баспаймыз. Дәл осы эпизодта маған ұнағаны ол Винисиус. Шабуылшы болса да Джулианоны тоқтатам деген әрекеті тек қана құрметке ие. 25-ші минутта Реал Мадрид ойыншылары қорғаныстан допты асықпай қарсылас алаңына алып келді. Чуамени Мбаппеге, ол Гүлер сәл пауза ұстап Мбаппеге қайта тастайды. Ары қарай француздың шеберлігі және есеп 1-1. Оңайы 1-2 пас беріп тебе салды. Гол салу үшін 1000 пас берудің де қажет емес екеніне дәлел. Талдап көрейік. Қабырға арқылы ойнатылған пас кезінде Леңгле Мбаппенің артына барады. Бірақ оның пас бере салып қақпаға жүгіретінін білмеген соң, ерте старт алмаған ол Мбаппенің тек табандарын бақылаумен болды. Тіпті бұл кезде Леңгле стартты ерте алса да, Мбаппеге жетуі екі талай еді. Не істеу керек? Жейдесінен ұстап құлату керек. Әдем гол мінсіз. Үшінші гол тіпті қызық. 36-ші минуттан бастап Атлетико Мадрид шабуыл үстінде. Ары көреді, бері көреді, бірақ болмай жатыр. Ақыр соңғы допты бәлесінен аулақ деп, Дин Хейсеннің алысқа тебе салған добы шешуші пасқа айналды. Әуедегі допты ары кетірем деген Ленорман қарсыласқа беріп қояды. Мбаппе Винисиуске, ол болса 1-2 тартып, Гүллерге пас береді. Тоқтатпай тепкен ол есепті еселендірді. Есеп 1-2. Қандай қателіктер орын алды? Ең алдымен Ленорманның өте өріскер қателігі. Әуеден келген допты жай тоқтатып алса да, ешкім жете алмас еді. Жоқ, міндетті түрде баспен ұру керек десе, аутқа неге шығармайды. Екінші қателік ол Гүллерді ешкім жаппаған. Бір адамды екі қорғаушы жауып тұр. Давид Ганско тек соңғы сәтте ғана Гүллерді жабуға аттанды. Бірақ ол кезде кеш. Жоқ жерден жасалған гол. Бірінші таймға қосылған минуттардың соңғыларында ауттан доп алған Коке Александр Сёрлотты бірден пас беру деген нысанасын алады. Айып алаңына пас. Және 2 метрге жақын бойы бар норвегиялық шабуылшы есепті теңестірді. Талдайтын ештеңесі жоқ. Жылдам эпизод кезінде Реал қорғаушылары Сёрлотты жауып үлгермей қалды. Оның үстіне айналып келе жатқан доптың түсу нүктесін де анықтау қиын. Екінші тайм басталды. 49 минутта Альварестің шығарған бұрыштамасы нашар, бірақ доп қайта өзіне келеді. Екінші мәрте тағы пас шығарады. Дәл осы сәтте допты құртам деген Арда Гүллердің аяғы Николас Гонсалестің басына тиеді. Жалпы әдейі емес, оның үстіне аяғы бірінші допқа тиіп тұр. Бірақ допқа тиген соң серпіліп бар жатқан аяғы Гонсалестің бетімен жалғасты. Төреші лезде пенальти нүктесіне көрсетті. Гүллер төрешіге бірінші аяғым допқа тиді ғой деп қанша ақталса да, бұл төрешінің шешімін өзгерткен жоқ. Нүктеде Хулиан Альварес. Соққа және гол. 68-ші минутта Гонсалес Сёрлотке сұмдық әдемі пас береді. Тек тепсең болды, бірақ Сёрлот Куртуадан айласын асыра алмады. Бері ұшқан доп Альваресте. Қарбалыс кезінде Атлетико Мадрид айып соққысын орындауға мүмкіндік алады. Нүктеде қайта сол Хулиан Альварес. XG көрсеткіші бойынша осы жерден гол салу пайызы 5-ке тең. Сонда 100 рет теуіп 5 рет қана гол салатын жерден Альварес теуіп ғаламат голға ие болып отыр. Өте тамаша. Дәл осы Атлетикода Альварес жұлдызы жарқыраған ерекше ойыншылардың бірі. Жоқ жерден гол салып мүмкін емес деген жерлерден нәтиже шығарып жатыр. Әлемдегі ең мықты парақшылардың пікірлерін қарасаңыздар, Альварес Атлетикода қор болып жатыр дейді. Бәлкім я, бәлкім жоқ. Кім білер? Есеп 4-2. Екінші тайм қосылған 3-ші минутта Реал Мадридтің сағы сынған түсініп. Вальверденің өте сәтсіз аяғы тимей қалған пасын Атлетико бірден қарымта шабуылмен ұластырды.
Алекс Байена жаңа ғана қосалқы құрамнан шыққан Гризманға пас шығарады. Өзінің үйреншікті емес оң аяғына салған ол көптен бері сала алмай жүрген голына ие болып отыр. Гризман осы голына дейін Ла Лигада 22 матч қатарынан голсыз өтіпті. Сол аралықта қанша отырысқа барды, қанша рет шаш үлгісін өзгертті. Бір емес 3 қызының туған күнін тойлады. 3 қызының туған күндері бір күнде болса да айта берейік. Жалпы Антуан Гризман үшін қуаныштымын. Атлетиконың аңыз ойыншысы. Ал енді голдың қателігіне келейік. Вальверденің пасы түсінікті. Өрескел қателік. Барлық содан басталды. Бірақ маған қызық болып тұрғаны, жас бала Рауль Асенсио не істеп жатыр? Гризманның алдына шығып кететіндей жылдамдығы бар. Ең болмаса кедергі келтіретіндей мүмкіндігі де болды. Алайда ол шабуылдың бәрін көзімен шығарып салды. Реал Мадрид үшін ойнайтын ойыншы осындай болу керек пе? Қорытындылап өтсек, Реал Мадрид бұл ойында тек доп иелік бойынша ғана алда тұрды. Қақпаға тура тек 2 рет қана теуіпті, және сол 2 рет тепкені голға айналып отыр. Ал Атлетико Мадрид осы күнге дейін жақсы нәтиже көрсетпей келіп, алпауыт қарсыласқа бар мінезін көрсетті. Реал Мадридке 5 гол соғу деген оңай шаруа емес. Реал Мадрид жанкері әлде Рамос, Кросс және Модричті сағынатыны анық, және Роналдуды. Себебі қазір ортада баяғыдай доп жоқ, және қорғаныс жағы әлсіздеу. Дани Карвахальда, Дин Хюйсенде, Альваро Карререс-та, тыңнан шыққан Рауль Асенсиода дәл қазіргі Реалға лайық емес секілді. Қорғаныс толықтай құлады. Жаңадан келген ойыншылар үшін адаптация, үйрену үсті шығар, ал Карвахаль үшін бұл қартаю және жарақаттарының салдары. Әйтсе, не үшін Арнольдты алды дейсіздер? Жалпы матч өте қызықты өтті. Сіздермен бірге желаяқтарынасы. Видеоны лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Аман болыңыздар.